Мен Түркістан облысы Ордабасы ауданы Бөген жалпы орта мектебінің 9 сынып оқушысы Жақыпқызы Жаннұр боламын. Менің ғылыми жобамның тақырыбы күн сәулесі болашақтың сарқылмас энергиясы, және оның мақсаты ауыл тұрғындарын күн сәулесінен энергия ала отырып, барлығын электр тоғымен қамтамасыз ету. Және де менің дәл осы тақырыпты таңдауыма ауылымызда айлап немесе апталап тұратын арыстанды қарабас жері түрткі болды. Бізде жел тұрғанда міндетті түрде жарық сөнеді. Бұл әрине біздің күнделікті тұрмысымызға өте қатты зиянын тигізеді. Сол себепті де біздің ауылға баламалы энергия көзі өте қажет деп ойлаймын. Ал макеттің мақсаты күн сәулесінен энергия көзін ала отырып, мектепті электр тоғымен және жылытумен қамтамасыз ету. Және көшеге күннен энергия алып отырып жұмыс жасайтын шамдар мен бағдаршамдар орнату. Нақтырақ айта кетсем, біздің ауылда жарық көзі болмаған кезде де біз қараңғыда отырмаймыз және бағдаршам сонда да жұмыс істеп тұрады деген сөз. Бұл балалардың қауіпсіздігі үшін. Күннен энергия алып, оны қолданысқа енгізу бізге өте тиімді. Өйткені біз оңтүстік Қазақстан облысында орналасқанбыз және бізде күн көбінесе ашық болады. Күн панелін орнату көп қаражат қажет еткенмен, ол 20-30 жыл өз жұмысын жақсы атқарады. Әлқисса мектеп электр энергиясын автономдап алған соң, ендігі кезекте ақылды үй қызметтерін қосуды мақсат еттім. Ендігіде ақылды үй бағдарламасының тиімділігі мен оларды пайдалану жолдарын айта кетсем. Ақылды үйдің атқарушы құрылғыларын виртуалды басқаруды Arduino Uno микроконтроллерінің көмегімен жүзеге асыруға болады. Мектеп ауласын көгалдандыру мақсатында тамшылап суғару бағдарламасын енгіздім. Осы бағдарламаның тиімділігін айта кетсем, ол суды үнемдеуге және экологияны дамытуға аса зор пайдасын тигізеді. Осы тамшылап суғару бағдарламасын біз Arduino Uno программасының көмегімен орнатамыз. Arduino Uno программасының жұмысына келсек, ол бақшаны тамшылап суғарады. Бағдарламаның жұмыс барысы былай болады. Бақшадағы өсімдіктер құрғап қалған кезде шамнан қызыл түс жанып, тамшылап суғару басталады. Сәлден соң жеткілікті суғарылып болғаннан кейін шамнан жасыл түс жанып, суғарылу аяқталады. Сондықтан да бақшаны тамшылап суғару бағдарламасымен суғару өте тиімді әрі экологиямызға өте пайдалы. Бұл бағдарлама суды үнемдейді және көп шығын қажет етпейді. Тамшылап суғару бағдарламасы бізге өте тиімді әрі пайдалы екенін мен дәлелдей алдым деп есептеймін. Ендігі кезекте мектепті қалай тиімді жолмен жылыту керек туралы жоспар құрдым. Менің жоспарым мынандай. Қазіргі уақытта біз мектепті көмірмен сумен жылытамыз. Мектепті от жағу арқылы жылыту экологияға қаншама зиянын тигізеді. Сондықтан да мектепті ауамен жылыту бағдарламасын сіздерге ұсынамын. Мысалға айта кетсем, үлкен ғимараттар мен сауда үйлерін ауамен жылытатын барлығымыз білеміз. Оның экологияға ешқандай зияны жоқ, бірақ ол көп энергия көзін қажет етеді. Бірақ біз энергияны күн көзінен алатын болсақ, бізге ешқандай уайым жоқ. Сол себепті де электр көзін күннен ала отырып, мектепті ауа арқылы жылытып және ақылды үй тамшылап суғару бағдарламаларын орнатсақ, біздің экологияға ешқандай да зиянымыз тимейді және жайлы әрі қолайлы заманауи мектепте сапалы білім ала аламыз. Ал мектептерде берілген сапалы білім біздің мемлекетіміздің жарқын болашағы болып табылады. Қорытындылай айта кетерім, менің жобам мемлекетімізді дамыған елдердің қатарына қосып және экологиямызды қорғауға бағытталған. Бұны жүзеге асырудың, яғни басқа да жолдарын ұсыныстарымда айта кетсем. Біріншіден, жанармайсыз энергия күшімен жүретін машиналар шығару. Екіншіден, күн сәулесімен жүретін автомобильдер, ұшақтар шығару. Үшіншіден, қалдықтарды жоғары технологиялармен өңдеу, ол үшін қалдықтарды өңдейтін зауыттар салу. Төртіншіден, күн электр станциясын салу. Бесіншіден, ауылдық жерлерде күн батареяларын пайдаланатын жылыжайлар салу. Алтыншыдан, көшелерде күн батареяларымен жұмыс жасайтын шамдар орнату. Жетіншіден, үйлерді, ғимараттарды күн энергиясының көмегімен жылытуға қол жеткізу. Сегізіншіден, ақылды үйлерді қарапайым ауылды жерлерге де салу, ауыл тұрғындарының өмірін жақсарту. Осы ұсыныстардың барлығын жүзеге асырсақ, біздің мемлекетіміздің болашағы жарқын әлі айқын деп есептеймін. Менің жобамның мақсаты осы. Назарларыңызға рахмет.